Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бәни Исраилдық бір кісі таудың басына лашық құрып, сол жерде Алла Субхану ва Таалаға құлшылық етеді. Бір күні ол өзінің әдеті бойынша Алла Субхану ва Тааланың жаратқан жаратылыстарына ой жүгірту мақсатында лашығының айналасына серуенге шығады. Жолда келе жатып, алдынан бір адамның өлген денесі шығады. Оның жағымсыз иісінен ол қашу мақсатында бетін кері бұрады. Сол кезде Иблис бір адам кейіпінде оған келіп, сенің бүкіл істеген жақсылық амалдарың бәрі жойылды дейді. Ол неге деп сұрайды. Сол кезде Иблис, өйткені сен өзің сияқты адамның иісінен бет бұрдың дейді. Оны естіп әлгісі қайғырады. Оны көрген Иблис оған жаны ашығансып былай дейді. Егерде Алла Субхану ва Таала сенің күнәңді жарылқауды қаласаң, онда осы таудың айналасынан бір тышқанды аулап оны өлтір де, әр намаз оқығанда оны иығыңа асып оқы дейді. Оның насихатына құлақ асып, ол сол таудың айналасынан тышқанды аулап өлтіріп, әр намаз оқығанда иығына асып оқиды. Осылай 60 жыл намаз оқиды. Яғни 60 жыл бойы оның намазы зая кетеді. Өткені адамның киімде нәжіс болатын болса, оның намазы дұрыс болмайды. Осыған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мұбарак хадисінде білімнен бір мәселені үйрену, немесе білім мәжілісінде отыру 60 жыл құлшылық еткеннен жақсырақ деген. Сондай-ақ бір дана кісі құлшылық қабыл болу үшін 4 нәрсе қажет деген. Білім, ниеті дұрыс болу, сабырлық ету және ықылас. Яғни істі бастамас бұрын адам ақ пен қараны, харам мен халалды ажыратып, сондай-ақ намаздың парыздары, дәреттің парыздары қандай, оны қандай амалдар бұзады, осының барлығын анық қанығын біліп алып кейін құлшылық ету керек. Әйтпесе дәретсіз намаз дұрыс болмағандай, білімсізде оның құлшылығы дұрыс болмай қалады. Оның пайдасынан көрі зияны зорырақ болады. Кейін істі бастарда адам ниетін дұрыстау керек. Дүние үшін немесе өзінің бір пайдасы үшін құлшылық етпеу керек. Керісінше Алланың разылығы үшін орындау керек. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір амал ниетке байланысты деген. Сосын әрбір істің өзіне тән қиыншылығы болғандай, құлшылықтың да өзіне жараса ауыртпашылығы, қиыншылығы болады. Оған сабыр ете білу керек. Болмаса күннің ыстығына шыдай алмай, оразасын бұзып жіберген адам сияқты оның құлшылығы дұрыс болмай қалады. Соңынан ықыласты ілестіру керек. Яғни жасаған құлшылығын жасыра білу керек. Әйтпесе мен мынандай құлшылық жасадым деп көпшіліктің арасында айтса, оның құлшылығын бәрі зая кетіп қалады. Міне сондықтан да адамның құлшылығы қабыл болуы үшін осы 4 амалды жасау керек. Алла Субхану ва Таала баршамызды білім иелерінен, білімін амалмен, амалын ықыласпен орындайтын құлдардан еткен болсын. Ва саллаллаху тағала аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.